Тұз қышқылының ерітіндісі 50 грамм. Масса натрий ашқылы 4 грамм. Содағы зат мөлшері ашқыларда бізде белгісіз. Біз оны алу үшін бірінші формуланы жазып алуымыз керек. Реакция теңдеуі. Мысалға ашқылар қосылған натрий OH тең болады натрий хлор қосылған H2 болады. Біз ашқылардың молі натрий OH-тың молін тауып алуымыз керек. Бізде натрий OH 1 молда қанша әріптескенде қанша моль болатынын білу керек. Натрий OH-та бізде 4 грамм берілген. Біз масса бөлеміз молярлық массаға. 4 грамм бөлінген 40 граммда моль. Тең болады 0,1 моль болады. Сонда бізде натрий OH 0,1 моль. Дәл осылай ашқыларда да 1 моль. Сонда ол 0,1 мольда қалсалқында қалады. Масса ашқылар тау үшін біз оны зат мөлшерін көбейтеміз молярлық массасына тең болады 0,1 мольді көбейтеміз 36,5 граммда мольға. Тең болады бізде 3,65 грамм. Заттың массалық үлесін табуымыз үшін біз масса затты бөлеміз масса ерітіндіге. 3,65-ті бөлеміз 50-ге. Тең 0,073 тең болады 7,3 пайыз.